Ол уақытта қазақтың әйелдері осы ғылымға беріліп, кандидатский қорғап, докторский қорғап, тек қазақ әйелдер кешенінде мединститутта бір әйел болды, сол кісі. Қазір бір ғой, қазір мынаны дақтыр, профессор. Онда через Москву же қорғайсың. Москва диссертацияңды бөтен жаққа жібереді. Сенің фамилияңды мысалы Алтынай деген, алып тастайды бәрін фамилия. Сосын олар подтверждать етеді, да, дұрыс, қазіргі современныйге соответствует деп. Абайдың адамгершілігі енді өте жоғары кісі. Ол, мысалы, өзінің кафедрасында кілем ауылдан шыққан қазақтың балдарын, қыздарын. Ол уақытта деген, ол националист болып салады. Апай, үшін националист апай. Қазақша сөйлейді. 70-ші жылдары келдім ғой, 72-ші жылы келдім. Апай қазақша сөйлейді. Кім болса да, орысына да сөйлейді. Неге келіп тұрсың? Негізі, боевой ғой. Енді соғыстан өткен. Бір өзі тұр, сол біздерге тамақ істеп әкеледі. Апайда пирожки, чак-чак, қолы ашық. Сосын апай деген киімді өзі тігеді. Өзі дизайнер, өзі тігеді. Тамақты өзі пісіреді. Сосын қазаққа деген оның бетбұрысы бөлек. Айтым қазақша сөйлейді, қазақша айтады. Сосын оркестр құрды қазақ үшін. Естіген шығарсыз? Оған көп сөз естіді апай. Апай, қайдайсың, ол 77-ші жылы қайтыс болды ғой Болгарияда. Соған дейін бұл кісінің прокуратура шақырып тұрды. Постоянно почему-то. Апай нетіп кетті, ашуланып. Ол кісі сіздерге сырын айтатын бет сол кезде? Сол кезде сырын айтатын бет? Апай соғыстарсы көп айтпайды. Айтады тек, үшін соғыста деген сильный переживание, жаңағы 5 самолет ұшып кетеді ғой, тек біреу айтып келеді дейді. Апай авиационный полкта істеді ғой. Өзінің несін айтады, әкелердің қалай орынборға жер аударып. Сосын апай деген Қазақстанда қатты қиыншылық тұрды. Кандидатский нетпеді ғой, қорқатпады ғой. Сондықтан неге кетті. Фрунзе деген бала ол уақытта Кәлерімбешке. Сонда барып қорғады. Демек, ол кісі Мәскеуде қорғаған жоқ? Докторлығын? Жоқ. Мәскеуде қорғаған жоқ. Апайдың докторский диссертациясын сол жіберді ғой. Тоже не ғой. Қай жақта қорғады докторлығын? Апай докторский Алматыда қорған сияқты. Мен келгенде апай уже доктор наук. Мен кафедра доктор наук, профессор. Апай. Бірақ руководителер кілемгелер. Москваның. Соғыс уақытында аударды ғой неге? Алматыда. Лосман деген емратақ подвезет. Михельсон, Штейн, кажется. Апай кілең еврейлер руководителер. Өте өжет. Но в то же время добрый, өте добрый. Әйтеуір өзіміз бар ғой, өзімізді.
апай депутат болды ғой негізі горсоветте потом. Сонда біздер аспирант, сонда кейде кешігіп келесің, кейде не келесің, жаңағыдай кешігіп келесің, не келесің, детсадта орын жоқ, бала қай тастарын білмейді дегенде апай телефонмен горсоветке звондады. Бір орын керек деп. Детсадта. Ертесіне қағаз келді. Барлық жағдай жасады ғой біздер. Өзінің аспиранттарына. Қасиет деген болды, қасиет. Бар ма? Сіздер нешеу болдыңыздар? Нешеу болдыңыздар аспиранттарын? Аспирант тек мен. Сіз? Единственный аспирант. Апайға бермеді ғой ештеңе. Аспирант ештеңе бермеді ғой. Бірінші тақырып бер. Бірінші тақырып. Сосын ол тақырыпқа мен айттым. Мен енді мынау уже белгілі. Мен ештеңе ашпаймын. Хадисін ашпаймын. Жақсы. Содан кейін маған екінші тақырып берді. Тақырыпты бара береді ол. Сосын екінші тақырыпты кірісіп кеттім. Айттым, апа, мынаны мен не сөйлеймін? Өте негізі бүйректің үстінде бар ғой, надпочечник деген бар. Сонда деген гармон шығады, бір гармон, екі гармон, үш гармон, төрт гармон. Мен бұдан ете алмаймын. Содан үшіншісін берді. Үшіншісін, маған қалқырысы осы керек деп. Енді мен қарап жүрмін ғой. Енді өзіме тема қарап жүрмін ғой. Екеуміз келістік. Енді мен аспирантураның апай 3-ші жылында кетіп қалды ол дүниеге. Мен бітірген жоқпын. Содан таласты енді. Ол уақытта Совет үкіметінде мен защитаның алдында руководитель должен выступить. Осылай да осылай. Маған характеристика беру. Апай жоқ. Бөтендері мен болайын. Қайтесің болады. Бұла естіп мен уақыт болды вышеты соны хат жаздым. Прошу мне разрешить защиту кандидатской диссертации без моего руководителя, так как она Хайкспор. Я возьму в рамку, дедом в рамку. Үлгімісін рамканы сөйтіп құрладым. Ешкім алыр. Мен апай енді, мен осы кандидат доцент болған бәрі 100% апайды. 99% апайды. Жағдай. Кейде реактив жетпейді, реактивтер. Ол кісі өзінің таныстарына жазады. Прошу, откажите нам. Сіздің ғылыми жұмыспен кедергісіз айналысуына мүмкіндік жасады? Иә. Апайды шетелге шығартқан жоқ. Последний вот Минздрава 4-е управление деген бар. Сол арқылы тек Болгария как социалистический республика соғылысып тұр ғой. Ол кісі доклад беріп, анда шығу керек, мында шығу керек, бәрін деді. Черный списокта тұрды. 77-ші жылы август айында апайды күтіп отырдық менен. Болгарияда Москва, Нью-Дели деген самолетпен. Ана самолет Ақтөбе қонды. Несін бәрі жауып, цинкі өңіріп. Медет айту керек, медет көп еңбек салды. Мамасы деп айтайын ба, папасы деп айтайын, көп еңбек салды. Бармаған жері жоқ. Көп организация хат жазды. Соның арқасында
енді халдейсің қолына көше бер, үйінде не қойып көрдіңіз бе? Ескерткіш тақта. Батыс жоқ, юго-западта аштық қой. Қай жылы аштық? 17. Жоқ, 7-ші жылы кажется. Сосын мына кафедраға, подфизиология кафедрасынан біздер ученый совет арқылы не өткіздік. Кафедраға қазір модно ат беру. Кафедра патологической физиологии имени Халисовой Мамановой деп ученый советтен өткізді. Мен бірақ документтер, жеме-жеме келген документтер жоқ. Кафедра